Адамзаттың асылы Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм. Тарихи кітаптарда өзге пайғамбарларға қарағанда Алланың сүйіктісі, адамзаттың соңғы елшісі Мұхаммед Мұстафа жайлы саллаллаху алейхи уәсәлләм деректер толық сақталған. Адамзаттың асылы саллаллаху алейхи уәсәлләм милади жыл санауы бойынша 571 жылы Раббиул әуәл айының дүйсенбіге қараған 12-ші түні Меккеде дүниеге келді. Ол уақыттарда Мұхаммед есімі ел арасында кең таралмаған еді. Атасы Абдул-Мутталиб немересінің атын Мұхаммед деп қойған себебін Алланың да, халықтың да мақтауына ие болғанын қаладым деп түсіндірген. Әкесі Абдулла әлде бір сауда сапарында жүріп көз жұмады. Бұл кезде Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм дүние есігін әлі ашпаған болатын. Тумай жатып әкесінен айырылған Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм 4 жасына дейін сүт анасы Халиманың, одан кейінгі 2 жыл өз анасы Әминаның қолында өсті. 6 жасында анасы Әмина оны туған туыстарын аралатып, әкесінің басына ертіп апару үшін Мәдинаға аттанады. Нәжжар ұлдары жағынан туыстарымен танысып қайтқан осы сапардан қайтар жолда Әбуә деген жерде анасы Әмина аяқ астынан ауырып қайтыс болды. Сапарға бірге шыққан Үммі Әйман ата-анасынан тұлдыр жетім қалған баланы Меккеге әкеліп атасының қолына табыс етеді. 6 жасынан 8 жасына дейін атасы Абдул-Мутталибтің қолында өсті. Атасы қайтқанда марқұмның өсиетімен әкесінің бауыры Әбу Тәліптің қарамағына берілді. Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм 12 жасқа толғанда саудамен айналысатын көкесі Әбу Тәліптің бір жағына шығысып Сирияға бірге сапар шегеді. Алайда олар Бусра деген жерден кері оралуға мәжбүр болады. Өйткені жолда Бахира атты монахқа жолыққан еді. Хазірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәсәлләм бойынан соңғы пайғамбардың белгілерін байқаған Бахира Әбу Тәліпке кері қайтуға кеңес береді. Себебі балаға яһудилердің зияны тиеме деп қорыққанын жасырмайды. Бала кезінде бірде Мекке маңында Әбу Тәліптің қойын бағып жүріп, жергілікті халықтың тойына бармақшы болғанында жолда ұйықтап қалып, той тараған соң бірақ оянғанын айтқан. Өмірінде кездескен осындай бір қатар оқиғалар Алла тағаланың оны кішкене кезінен күнәдан сақтаған исмет сипатын аңғартып тұр. Хазірет Мұхаммед 591 жылы 20 жасқа толғанда Хилфул Фудул қоғамына мүше болып кіреді. Бұл қоғам Меккеде озбырлық болмауын қадағалап, біреудің біреуге әлімжеттік жасауына жол бермейтін. Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм пайғамбарлық келгеннен кейінгі жылдарда сол кезді, қазір де сол ұйым өздеріне шақырса бас тартпас едім деп еске алған. 25 жасында Меккедегі дәулетті Хадиша есімді әйелдің сауда керуенін басқарады. Хазірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәсәлләм адалдығы мен ұқыптылығына тәнті болған Хадиша оны ұнатып, үйленуге ұсыныс білдіреді. Нәтижеде Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм 25 жасында Хадиша анамызбен отау құрады. Хадиша анамызбен жіп жарастырған бақытты шаңырақтарында 2 ұл, 4 қыз сүйеді. 3-ші ұлы Ибрахим басқа зайыбынан дүниеге келген. Ұлдары Қасым, Абдулла, Ибрахим, қыздары Зейнеп, Руқия, Үммі Гүлсім және Фатима. Хадиша анамызбен тату-тәтті өмір сүрген пайғамбарымыз ол бақилық болғаннан кейінде өлілгенше оның ислам дініне жасаған қолдауын, басқа да жақсылықтарын ұмытпаған. Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм жастайынан ел ішінде көркем қасиеттермен танылған еді. Халық оның шыншылдығы мен сенімділігін ескертіп, әл-әмин, сенімді деп құрметтейтін. Оны мына бір оқиғадан байқауға болады. Меккедегі қасиетті Қағбаның қабырғалары ұзақ уақыт күтім көрмей, жауын шашын, жел құздан жер болып мүжіліп біткенді. Осыған байланысты Қағбаны жөндеу жұмыстары қолға алынған болатын. Әр рудың адамдары бұл іске білек сыбана кіріседі. Алайда қасиетті қаратасты, Хаджарул Әсуәд, яғни қасиетті қаратасты тұғырына қондыруға келгенде рулар арасында талас туды. Әр ру оны өз қолымен қойғысы келді. Бұның соңы қақтығысқа,
жаға жыртысар жанжалға ұласу қаупі туындағандықтан, тығырықтан шығар жолды Құрайыштың ең жасы үлкен қариясы Әбу Умайя ибн Мұғира көрсетеді. Қаласаңыздар, бұның төрелігін ертең Сафа қақпасынан бірінші болып аттаған кісіге қалдырайық. Бәрі осыны құп көрді. Ертесі күні Алланың қалауымен қақпадан алғаш болып Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм кірді. Халық басқаның емес, өздері әл-әмин деп атаған шыншылдығымен аты шыққан кісінің келгеніне айрықша қуанып, оның төрелігіне жүгінеді. Талас тартыстың неден туындағанын түсіндіргенде Хазірет Мұхаммед көп ойланып жатпастан мата сұратты. Қаратасты соның үстіне қойдырып, әрбір рудан бір кісі ортаға шығарып, матаның пұшпағынан ұстатып, тиісті жерге жеткізгеннен кейін Қаратасты Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм өз қолымен орнына қойды. Оның бұл тапқырлығына бәрі тәнті болды. Осылайша талас тартысқа соңғы нүкте қойылды. Бұл кезде Хазірет Мұхаммедтің жасы 35-те болатын. Пайғамбарлықтың келуі. Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм 40-қа таяғанда оңашада ой кешіп, жаратылыстың тылсым құпияларына үңілетін, елден жырақ құлшылық жасайтын, осы мақсатта ара-тұра Хира тауындағы үңгірге барып тұруды әдетке айналдырды. Азық алу үшін ғана үйге келіп, көп кідірмей қайта кететін. 610 жылдың Рамазан айының бір күні сол үңгірде оған пайғамбарлық міндет жүктелді. Жәбірейіл періште арқылы Алланың алғашқы аяттары түсті. Бұл жайлы Алла елшісінің өзі былай дейді. Сол уақытта періште мені қапсыра құшақтап алды. Тынысым тарылып кетті. Бір уақытта мені қоя берді де, оқы деп бұйырды. Мен оқуды білмеймін деп жауап бердім. Ол мені қайта құшақтап, оқы деді. Мен оқи алмайтынымды айттым. Жәбірейіл періште 3-ші рет қысқанда, нен оқиын деп сұрадым. Сонда ол мына аяттарды оқыды. Сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратқан. Оқы. Раббың аса ардақты. Ол адамзатқа білмеген нәрсесін үйреткен. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм осы оқиғаның әсерінен айыға алмай үйіне оралады. Келген бетте жан-жары Хадиша анамызға басынан өткенін баяндады. Хадиша анамыз оған ант етейін, Алла тағала сені жамандыққа ұшыратпайды. Бұл тегін емес, өйткені сен туыстықты жақтайсың, шыншылсың, сабырлысың, қонақжайсың, мұқтаж адамдарға көмектесесің дейді. Әле, Хадиша бұл оқиғаны Тәурат пен Інжілден хабары мол Урақа ибн Нәуфәлға айтқанда, оның таңданысында шек болмады. Аллаға ант етейін. Егер айтқаның рас болса, онда ол Мұсаға да келген үлкен періште Намус Акбардың өзі болды ғой деп түсіндірді. Урақа ибн Нәуфәл Хазірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәсәлләм пайғамбарлық жүктелгенін ұқтырып, ендігі жерде дінді тарату жолында көп қағажу көретінін ескертті. Тіпті не түрлі жала жабылып, елден қуылуы мүмкін екендігін айтты. Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм сонда туған жерімнен қуылам ба деп таңғала сұрағанда, ол кезінде қауымы сенбей, жала жаппаған, елден қуылмаған, ауыртпалық тартпаған ешбір пайғамбар болмаған деп жауап берді. Осыдан кейін періште көпке дейін ат ізін салмады. Бірде таудан қайтып келе жатқанда, әлгі періште пайда болды. Қатты қорыққан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм табалдырықтан аттар аттамастан қымтанып жатып қалады. Сол кезде періште Құранның Мүдәссир сүресінің алғашқы аяттарын баян етеді. Аятта: «Ей, жамылғымен қымталып жатқан пайғамбар, орныңнан тұр, адамдарға ақырет азабын ескерт, Раббыңды ұлықта, үсті басыңды таза ұста» делінді. Алғашқы мұсылмандар. Хазірет Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәсәлләм осы сәттен бастап өзіне пайғамбарлық міндет жүктелгеніне толық көз жеткізіп,
таухид сенімін жақындарына түсіндіре бастады. Алғаш болып мұсылмандықты жары Хадиша қабылдады. Одан кейін үлкендер арасынан Әбу Бәкір, құлдары арасынан Зәйд ибн Хариса, жастардан Әбу Тәліптің ұлы Әли исламға мойынсұнды. Әбу Бәкірдің себепкерлігімен де көптеген адамдар мұсылмандықты қабылдады. Атап айтқанда, Осман ибн Аффан, Абдурахман ибн Ауф, Сағыт ибн Әбу Аққас, Халид ибн Сәйд және Әбу Зәр Ғифари. Исламды алғаш қабылдаған адамдар Сәбиқуна әуәлун деп аталады. Халықты дінге 3 жылдай жасырын шақыруға мәжбүр болды. Мұсылмандар Құрайыштардың қарсылық танытатындығын біліп, намаздарын да жасырып оқыды. Дінге ашық шақыру. 3 жылдан соң дінді ашық насихаттау турасында аят түсті. Жақын туыстарыңды дінге шақыр, мүміндерден саған ергендерге рахымдылық таныт. Осыдан бастап, Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм жақын туыстарын қонаққа шақырып, оларға ислам дінін насихаттай бастады. Алла елшісінің насихатын естігенде туыстары теріс айналды. Өз көкесі Әбу Ләхәб та оның айтқандарына өрі түрегеліп қарсы шықты. Бірде Қағба маңындағы Сафа жотасына шығып, арабтардың әдеті бойынша «Уа халайық» деп жұрттың назарын өзіне аударды. Естіген жұрт айналасына жиналды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм: «Егерде мен анау таудың ар жағында жау қолы таяп қалды, тұтқиылдан шабуылдайды десем, осы айтқаныма сенер медіңдер? Әрине сен айтсаң сенеміз, өйткені біз сенің жалған сөйлегеніңді көрген емеспіз. Олай болса, біліп қойыңдар, мен сендерге Алланың әмірін жеткізушімін» деді. Жиналғандардың арасынан көкесі Әбу Ләхәб алғаш болып қарсы шығады. Оның «Ей тұқымың құрғыр, бізді осы үшін шақырдың ба» деген сөзі жиналған халықтың үйді-үйлеріне тарауына себеп болды. Алла елшісі насихаттаған дін негізінен мынандай бұйрықтардан тұрды. Барша жаратылыстың егесі Алла тағала, ол жаратушы, баршаға ризық беруші, мәңгі тірі, болмыс атаулының иесі сол ғана. Ендеше пәни нәрселерге, жұлдыздарға, айға, ағаштарға емес, бір жаратушыға ғана мойынсұнып, соған ғана құлдық ұру қажет. Ұрлық, қарлық, әлімжеттік жасап басқаның мүлкін тартып алу, ар намысын аяққа таптау үлкен күнә. Бұл әдеттеріңді тастаңдар, әрқашан шындықты айтып, өтірікке жуымаңдар, әділ болыңдар, нахақ кісі өлтірмеңдер, барлығына, әсіресе туған туыс, жарлы жақыбай мен мұқтаж жандарға, жолаушыларға жақсылық жасаңдар. Асырай алмаймын ау деп, балаларыңды өлтірмеңдер, зинаға жақындаушы болмаңдар, жетім жесірді жылатпаңдар, уәде берсеңдер сөздеріңді тұрыңдар. Тараздан жемеңдер, нақты білмейтін нәрселеріңді сөз етпеңдер, өйткені құлақ, көз, жүрек бәрі де айтылған, ауыздан шыққан сөз үшін жауапқа тартылады. Менмендік пен тәкаппарлықтан сақтаныңдар. Бір-бірлеріңе мейірімді, жұмсақ сөйлеп, әдепті болыңдар. Ешкім басқа біреуді мазақтап қорламасын, жаман лақабат тақпасын. Басқалар жайлы жаман ойламаңдар, өзгенің қатесін тіміскілеп, күнәсін ашуға құмартпаңдар. Өздеріңе, ата-аналарың мен жақындарың үшін болса да, өтірікке куәлік жасамаңдар, әділетсіздік жасамаңдар, кешірімшіл болыңдар, жамандыққа жақсылық жасаңдар, ішімдік ішпеңдер, құмар ойындарына құмартпаңдар. Барлығыңда Алла тағаланың алдында теңсіңдер, ешкім бетіне қара күйе жағылып қор болып туылмайды. Ешкімде бұл өмірге атақ-даңқпен келмейді. Тек қана жаратқанға құрметпен тағзым еткендер, сөзі мен істерінде әрдайым турашыл болғандар ғана шын абырой таппақ. Адамды ұлты мен түр түсіне қарап кемсітпеңдер, бәріңде ажалдан құтыла алмайсыңдар. Біліп қойыңдар, о дүниеде әділ сот құрылып, бүкіл істеріңе жауап бересіңдер. Ол кезде ешқандай таныстық та, пұл да көмектесе алмайды. Ол кезде адамға иманы мен ізгі істері ғана көмектеседі. Осыларға ие болған жан
мәңгілік, бақыт отаны жәннатқа, ал бұдан махрұм қалғандар тамұққа тасталады. Құрайыштықтар ислам дінін қабылдаған жарлы жақыбайларға, әсіресе туысы жоқ адамдарға қатты қысым көрсетті. Тіпті әлімжеттікте шектен шығып, түрлі зорлық-зомбылық жасай бастады. Әсіресе мұсылмандықты қабылдаған құлдар өз қожайындарынан көп жапа шекті. Олардың арасында Біләл мен Ясир отбасын атауға болады. Залым мүшрік Умәйя ибн Халаф Біләлға исламнан бас тартуды бұйырып, оны көшеде итше жетектеп, жалаңаш күйінде күйіп тұрған құмға жатқызып, көкірегін ауыр таспен бастырып қинады. Ал Ясирді жанұясымен бірге қан жоса дүрелеп, аяқ қолдарын керіп байлап тастады. Жаны қиналып қанша азап көрсе де, бірақ олар исламнан бас тартпады. Ясирдің әйелі Сүмәйяны Әбу Жәхил найзамен шаншып өлтірді. Артынша Ясирді де осылай ана дүниеге аттандырады. Олар ислам тарихындағы алғаш шейіттіктің дәмін татты. Кезек өзіне келгенде адам төзгісіз жағдайға шыдай алмаған Аммар еріксіз олардың айтқанына көніп исламнан бас тартады. Кәпірлер соған мәз болып, Аммарды еркіне қоя берді. Аммар ардақты пайғамбарымызға көз жасын тия алмай жағдайды түсіндіреді. Алла елшісі, олардың тілегін тіліңмен айтқанда, жүрегіңмен қостамаған болсаң, Алла сені кешірер. Егер тағы да сені ұстап алып қинайтын болса, сендердің дегендерің болсын деп, басыңды арашалап ал деп, Аммарды жұбатады. Сағыт ибн Әбу Ваққас ислам дінін қабылдағанда, анасы бұлқан-талқан ашуланды. Тіпті анасы өз-өзін үйдің діңгегіне байлатып тастайды. Баласы Сағыт исламнан бас тартпайынша нәр татпайтынын да айтады. Керек болса, осы жолда өлетінін жеткізеді. Бұл көп уақытқа дейін осылай жалғасты. Ал Халид ибн Саидтің әкесі ұрып-соғып, аяқ қолын байлап бір бөлмеге қамап тастайды. Оны райынан қайтару үшін адам ойына келмейтін азап көрсетті. Осман ибн Аффан, Зүбәйір ибн Әуәм және Біләл Хабаши де соққыға жығылады. Бірақ бәрі де алған бетінен қайтпады. Мүшріктердің бұндай жауыздығы Алла елшісінің өзінде айналып өтпеді. Бір жолы пайғамбарымыз Қағбада намазда басын сәждеге қойғанда, Әбу Жәхил бастаған мүшріктер түйенің қан жынын оның басына ақтарып, екі әлем сардарын мазақ етеді. Харис ибн Харис әңгімелеуде: мен ол кезде кішкене бала едім. Бір күні әкем екеуміз Қағбаға қарай бара жатып, жолда бір топ адамның жабылып, біреуді ұрып-соғып жатқанын көрдік. Әкемнен кімге жабылып жатқандарын сұрадым. Ол маған бір сәбиді деп жауап қатты. Яғни, ата-бабаларының дінінен бас тартқан адамды деп жауап қатты. Мен бұл сөздің мағынасын түсіне қоймадым. Кейін барып, сол кезде таяқ жеген кісінің Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм екенін білдім. Өйткені ол кісі, ей адамдар, лә иләһә иллаллах деп айтыңдар деуде еді. Тағы бірде, азулы мүшріктерден Ибн Әбу Муайт Қағбада намаз оқып тұрған Алла елшісіне таяп келіп, мойнынан ұстап қылғындырады. Әбу Бәкір мұны ести сала, жан ұшыра жүгіріп келіп, Раббым Алла дегеніне бола, бұл кісіні өлтірмексіңдер ме деп араша түсті. Хазірет Әбу Бәкір оны осындай қиын жағдайлардан бірнеше рет арашалаймын деп, өзі де талай рет оңбай таяқ жеген еді. Осындай түрлі қиындықтарға сабыр ете жүріп, жұртты дінге ашық шақыруын тоқтатқан жоқ. Бірақ мүшріктердің мұсылмандарға әңгір таяқ орнатуы күнбе-күн асқына түсті. Эфиопияға қоныс аудару. 615 жылы бір топ мұсылман дінді қорғау мақсатында Алла елшісінен рұқсат алып, Хабашистанға, Эфиопияға көшті. Меккеліктердің Эфиопиямен сауда қатынасы жолға қойылғандықтан, ол жақтың жағдайларына қанық болатын. Әрі Эфиопия патшасы әділдігімен танылған кісі еді. Алғашқы көшкендердің саны 15 адам болатын. 5-еуі әйел еді. Арасында пайғамбарымыздың қызы
Руқия мен күйеу баласы Осман ибн Аффан да бар. Келесі жылы Эфиопияға мұсылмандардың екінші легі аттанды. Алғашқыларға қарағанда олардың қарасы көп болатын. Нақтырақ айтқанда 82 ер кісі және 10 әйел. Бірақ мүшриктер оларға Эфиопияда да тыныштық бермеді. Құрайыштықтар Эфиопия патшасына сый-сияпат ұсынып, мұсылмандарды кері қайтаруды талап етті. Эфиопия патшасы мұсылмандарды өзіне шақырып, Жахфар ибн Әбу Тәліптен жағдайды түсіндіруін сұрайды. Жағдайға қаныққан соң, пана іздеп келген адамдарға опасыздық жасай алмаймын деп, Құрайыш елшілерін кері қайтарды. Мекке мүшриктері пайғамбарымызды қорғаштап жүрген Әбу Тәліпке бірнеше рет келіп, жиенің халықты дінге шақыруын қойсын, немесе сен оны қорғаудан бас тарт деп талап ететін. Әбу Тәліп Алла елшісін өзіне шақыртып, Құрайыштардың қандай талап қойғандарын білдіреді. Пайғамбарымыз көз шарасы жасқа толып, олар менің оң қолыма күнді, сол қолыма айды ұстатса да, мен бұдан бас тарта алмаймын деп жауап қатты. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам мұндай жауапты естіген Құрайыштықтар Дарун Нәдуада бас қосады. Олар пайғамбардың көзі жойылмайынша бұл істен бас тартпайтынын, сондықтан оны өлтірген адамның алдына 100 түйе салып беретін болып уағдаласады. Мұндай қомақты сый тігілгеніне қарамастан, пайғамбардың көзін жоюға ешкімнің жүрегі дауаламайды. Тек Омар ибн Хаттаб қана бұл істі өзім жайғаймын деп орнынан сілкіне тұрады. Омар қолына қаруын алып, пайғамбарымызды өлтіруге бара жатып, қарындасы Фатима мен күйеу баласы Саид ибн Зәйдтің мұсылман болғанын естиді. Естиді де, әуелі өзінің туыстарын өлтіру үшін кері бұрылады. Дәл осы кезде әпкесінің отбасы Таха сүресінің алғашқы аяттарын оқып жатқан еді. Олар ағасын көрген сәтте Құран аяттарын жасырмақ болады. Бірақ жасырып үлгермейді. Алғашында ашуы алқымына тығылып, күйеу баласына қол көтереді. Араша түскен қарындасында қалпақтай ұшырады. Дегенмен олардың алған бетінен қайтпайтынына көз жеткізеді. Құран парақтарын қолына алып оқиды. Құранды оқыған кезде бойын ерекше бір сезім билеп қатты толқиды. Артынша тілін кәлимаға келтіргенде жөн санайды. Осыдан кейін ол пайғамбарымызға келіп, өзінің мұсылмандықты қабылдағанын айтады. Сол күні алғаш рет Қағбада пайғамбарымыздың өзі бас болып жамағатқа намаз оқытты. Бұл мүмкіндік хижретке дейін тумады. Омардың мұсылман болуы мұсылмандардың рухын бір көтеріп тастады. Өздерін еркін сезініп, батыл қимылдайтын болды. Алайда мүшриктер өздерінің жеңіске жететініне әлі де болса сенімдеді. Омардың мұсылман болуы туралы, әрі Бейтуллада жамағатпен намаз оқылды деген хабарда Эфиопиядағы мұсылмандар басқаша түсініп қалды. Осыған байланысты кіндік қаны тамған жерлерін аңсаған Эфиопиядағы мұсылмандар Меккеге қайтып оралудың сәті туды деп біліп, еліне оралады. Алайда Меккеде бәз баяғыша мүшриктердің дәурені жүріп тұрған болатын. Оралғандардың бір бөлігі кейбір дәулетті мүшриктердің қорғауымен Меккеге кірсе, екінші бір бөлігі жасырынып қалаға түнде кіруге мәжбүр болды. Шаһарға түн жамылып кірген мұсылмандар Меккедегі жағдайдың өзгермегендігіне көздері жетті. Соққыға жығылды. Бірақ бәрібір Меккеден кеткілері келмеді. Осы аралықта Мекке мүшриктері жиналып келіп, Алла елшісінен аспандағы айды хақ екіге бөлетін мұғжиза көрсетуін талап етті. Мақсаттары оны тұқыртып, елдің алдында абыройын айрандай төгуі. Мүшриктердің пиғылын сезсе де, пайғамбарымыз олардың бұл орынсыз талабын, егер мен сендерге сол мұғжизаны көрсетсем иманға келесіңдер ме дейтін шартпен орындауды жөн көреді. Олар келісетіндіктерін білдіреді. Пайғамбарымыз Аллаға сыйынып, сұқ саусағымен түнгі аспанға ишарат жасауы мұң екен, жиналған халықтың көзінше ай хақ екіге бөлінді. Тіпті бір бөлігі Әбу Қуайс, екіншісі Қуайқиян қырқасына барып қонды. Бұл ғажап мұғжиза ислам тарихында шаққы қамар, яғни айдың бөлінуі деген атпен қалды. Алайда өкініштісі,
Мүшіріктер бұны да сиқырға балап, ақиқатты көрсіде көрмегенсіп, теріс айналды. Мұсылмандарды оқшаулау. 617 жылдан бастап пұтқа табынушылар мұсылмандарды оқшаулап, елмен араласуына шек қойып, оларды шөлге тықсырып, аштық пен шыбындай қырып жіберудің амал айласын жасап бақты. Хашим ұлдарымен сауда-саттық жасауына, барыс келісіне, тіпті тілдесуіне тыйым салды. Мүшіріктер мұндай қадамға күн сайын қатары молайып келе жатқан мұсылмандарға деген қастық пиғылмен барды. Себебі Мекке сауда орталығы болумен қатар қасиетті жер еді. Шаһарға келген арабтар міндетті түрде қағбаға тауап жасайтындықтан, мүшіріктер мұсылмандардың қағбада Құран оқуын қаламайтын. Бұған қоса арабтардың Уаққаз, Мәжәнна, Зүл-Мәжәз секілді әйгілі жәрмеңкелері бар еді. Пайғамбарымыз сол жәрмеңкеге жиналған халықты ислам дініне шақыратын. Көлеңкесіндей артынан Әбу Ләһәб қалмайтын. Оған тас лақтырып, аяғын жаралап, айтқан сөздерін терістесе де, мұсылмандыққа қызығушылық танытып, исламды қабылдайтындар да ұшырасатын. Елден жырақ шөл далада 3 жылдай қиналып, бұл аралықта аштықтан қанша титықтаса да, мұсылмандар дінге беріктік танытып, сабыр ете білді. Бірде пайғамбарымыздан тосын жаңалық естіген Әбу Тәліп мүшіріктерге былай дейді: Қағбаның қабырғасына ілген мүшіріктердің қағазына құрт түсіпті. Тек Алланың атымен бастаймын деген жері ғана қалыпты. Бұл хабарды бауырым Мұхаммедтен естідім. Сенбесеңдер, Қағбаға барып, өз көздеріңмен көріңдер. Егер бұл рас болса, оларға қысымды тоқтатыңдар. Ал жалған болса, мен бауырымды қорғаудан бас тартамын. Мүшіріктер бұл хабардың растығына көз жеткізеді. Сонда да солақай ниеттерінен қайтпады. Десе де кейбір мүшіріктер қысым көрсетуді тоқтатқан еді. Қайғылы жыл және Миғраж оқиғасы. 620 жылы Хадиша мен Әбу Тәліп бірінен кейін бірі қайтыс болды. Хадиша мен Әбу Тәліп ел ішінде белді, беделі бар, Алла елшісіне көп қолдау білдірген кісілер еді. Ең әуелі Алланы, содан соң Хадиша мен Әбу Тәліп секілді абыройлы жандарды арқа тұтатын екі әлем сардарынан аяқтарын тарта жүретін дін дұшпандары зорлық-зомбылықты күшейтіп, өшпенділіктің отын өршітті. Қатты қайғырған пайғамбарымыз осы тұста өзіне қолдау іздеп Таиф қаласына аттанады. Бірақ таифтықтар исламды қабылдамады. Азулы мүшіріктердің айтақтауымен жұрт Алла елшісіне тас лақтырып үсті басын қан жоса етті. Пайғамбарымыз серігімен Таиф маңындағы тауды паналап, әрең аман қалды. Осы оқиғадан кейін арада біраз жыл өткенде Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалям Ухуд шайқасынан бөлек күллі дүние аяғыңыздан көшіп қиналған кезіңіз болды ма деп сұрайды. Сонда ол: Таифте көрген оспадар озбырлықты әлі ұмыталар емеспін, көңілде сызық алып қойыпты деп жауап берген еді. Ең жақын екі адамының қайтыс болуы пайғамбарымыздың қабырғасын қайыстырып, қаусатып кетті. Мұсылмандар арасында бұл жыл қайғылы жыл деген атаумен есте қалды. Мүшіріктердің кезекті әрекетінен соң пайғамбарымыз үйіне келіп, үстін қағып жатып, көкем Әбу Тәліп тірі болғанда, бұлар мұншалықты басым-бас еттеп қапаланғаны бар. Алла тағала сүйікті құлының қайғысын жеңілдету үшін оны бір түнде Меккедегі Мәсжидул Харамнан Құдыстағы Мәсжидул Ақсаға апарады. Ой жіберіп жүрегіне үңілген әрбір адам бұл оқиғадан Алла тағаланың алдында пайғамбарымыздың қадір қасиетінің қаншалықты екенін байқайды. Ақса мешітінде Ақиқ елші бұрынғы пайғамбарлардың рухтарымен кездесіп, Жәбірейіл періштемен бірге Миғражға көтеріледі. Ғарыштың әр қабатында өзінен бұрынғы пайғамбарлармен кездеседі. Содан кейін жұмақ пен тозақ көрсетілді. Сол түні пайғамбарымыз Алла тағаламен тікелей тілдеседі. Мүшіріктер Исра мен Миғраж деп аталатын бұл екі оқиғаны да мойындағысы келмеді. Олар пайғамбарымыздың Иерусалимде ешқашан болмағандығын білгендіктен
бәрі жиналып келіп одан Иерусалим мен Ақса мешіті туралы тәптіштеп сұрай бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям мүшриктердің сұрағына мүдірмей жауап берді. Амалы таусылған мүшриктер: «Ей Мұхаммед, расында сен сұрақтардың барлығына дәл жауап бердің» дейді. Алайда өздері иманға келмейді. Миғражда пайғамбарымызға бір қатар дін үкімдері берілді. Олар 5 уақыт намаз оқу, Аллаға серік қоспау, ата-анаға құрмет көрсету, туыс-туғанға қарайласу, кісі ақысын жемеу, ысырапшылдық жасамау, қыз балаларды өлтірмеу, зинаға жоламау, нақақтан нақақ кісі өлтірмеу, жетімдерге қамқорлық, уәдеде тұру, тараздан жемеу, тәкаппарланбау, тағы да басқалар еді. Мұғжиза көрсе де мүшриктердің дінді мойындауына бір жағы бақталастық пен күншілдік те себеп болғанын айта кеткен жөн. Оны мына бір оқиғадан байқаймыз. Муғира ибн Шуғба былай дейді: бірде Әбу Жахилмен бірге отырғанда Алла елшісі келіп үгіт насихат айта бастады. Бұны естігенде Әбу Жахил ызаланып: «Ей Мұхаммед, егер о дүниеде үгіт насихат айтқаныңа куәгер болатын адам іздеп жүрсең, арам тірлікті қой, керек болса өзім-ақ куәгерлік етем, тап қазір мені мазалағаныңды доғаршы» деді. Алла елшісі үндеместен тұрып кетіп қалды. Мен Әбу Жахилден: «Расында сен оған сенесің бе?» деп сұрадым. Ол сонда: «Негізінде оның пайғамбар екенін білем, бірақ Хашимилармен бұрыннан бері арамызда бір бақталастық бар. Олар Рифада, Сиқая бізді деп ұдайы мақтанады. Енді пайғамбар да бізден шықты десе, онда бұған төзе алмаймын» деді. Тағы бір жолы Әбу Жахил Сафа жотасының етегінде тұрған пайғамбарымызды сүйектен өтетін ауыр сөздермен балағаттайды. Мұны естіген Хамза әуелі Әбу Жахилдің сазайын береді, артынша өзі де тілін калимаға келтіріп, мұсылмандықты қабылдайды. Бірінші Ақаба серті. 621 жылы Меккеге қажылық жасауға келген мәдиналық Хазраж тайпасының мына 6 адамы: Әсәд ибн Зүрәрә, Рафи ибн Мәлик, Ауф ибн Харис, Құтпа ибн Әмир, Оқпа ибн Амр, Харис ибн Абдулла мұсылмандықты қабылдайды. Олар Мәдинаға қайтып оралғаннан кейін ислам дінін жаяды. Олардың өтініші бойынша пайғамбарымыз Мәдина халқына Құран үйретуді Мусхаб ибн Умайр мен Абдулла ибн Уммиге тапсырды. Келесі жылы қатары тағы 6 адамға толыққан олар қажылық кезінде Мина қаласында Ахаба деген жерде пайғамбарымызбен кездеседі. Келесі жылы тағы келуге уәде береді. Екінші Ахаба серті. Келесі жылы айтылған уақытта олардың қатары бір шама көбейеді. 73 ер, 2 әйел. Бұл жолы мынандай келісімге келеді. Келісім бойынша Аллаға серік қоспауға, ұрлық жасамауға, зинаға жоламауға, балаларды өлтірмеуге, жала жаппауға, игі саналған істе пайғамбарымызға қарсы келмеуге, алда-жалда Мәдинаға пана іздеп келген мұсылмандар болса, олардың мал-мүлкін өзін қорғауға алатындарына серт береді. Хижрат. Милади 622 жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям Меккедегі барлық мұсылмандарға Мәдинаға көшуге әмір береді. Мұсылмандардың кейбірі өз бетінше, кейбірі топтасып Мәдинаға қоныс аударады. Бұған алаңдаған мүшриктер өзара бас қосады. Нәтижеде біз Меккеде мұсылмандардың сағын сындыра алмадық. Олар Мәдинаға көшетін болса бой бермей кетеді. Сондықтан да уақыт оздырмай Мұхаммедтің көзін құрту керек деген шешімге келеді. Пайғамбарға қастандық жасау үшін жан-жақты дайындалады. Үйді қоршап, торуылдайды. Алла елшісі өзін аңдаған мүшриктердің қолына түспей, түнделетіп, Әбу Бәкірдің үйіне келеді. Олар Сәуір тауындағы үңгірге жасырынады. Үңгірді 3 күн паналап, 4-ші күні жолға шығады. Жолда Хазірет Әбу Бәкір пайғамбарымыздың тағы бір ғажап мұғжизасына куә болды. Бір бала қой жайып жүреді. Шөл қысқан 2 жолаушы одан қойдың біреуін сауып, соның сүтімен таңдай жібіткісі келетіндіктерін айтады. Бала әлде қашан суалып кеткен қысыр тоқтыны көрсетеді. Сол жерде Алла елшісі дұға оқып, қойдың желінін ұстағаны сол еді.
сүт атқылап қоя берді. Алла елшісі мен Әбу Бәкірдің де жасырын Мәдинаға кеткенін кеш аңғарып, сан соғып қалған мүшіріктер Меккеде пайғамбарды тірідей не өлідей тапқанға немесе қайда жасырынғанын білген адамға 100 түйе атаймыз деп жар салады. Бәрі жабылып төңіректі түгел шарласа да, іздеген адамдарын таппады. Көмекке тәжірибелі ізкесушілерді шақыртты. Олардың бірі мүшіріктерді пайғамбарымыз жасырынған үңгірдің аузына дейін алып келіп, іздеген адамдарың көкке ұшып кетпесе осы үңгірде болуы тиіс деді. Оның бұл сөзін Алла елшісі мен Әбу Бәкір де естіді. Мүшіріктер үңгірдің аузына дейін келгенімен, есіктің көзінде тоқылған өрмекшінің ауын көріп, бұл үңгірге жуық арада ешкім кірмеген деп кері қайтты. Мүшіріктердің дабырлаған сөздерін естігенде, өзі жанынан артық жақсы көретін пайғамбарымызға мүшіріктер зақым тигізбес пе екен деп қатты қорыққан Әбу Бәкірге, Расулалла, қорықпа, Алла бізбен бірге деді. Арада 3 күн өткенде, Әбу Бәкірдің келісуімен жол бастаушы Абдулла ибн Үрайкит атты кісі оларға 2 түйе алып келді. Осылайша олар сапарын одан әрі жалғастырады. Пайғамбарымыздың Мәдинаға хижрат етуі. Алла елшісі мен Хазірет Әбу Бәкір Меккеде қалған Әлимен Құба ауылында кездеседі. Олар Құбада 2 апта болып, жұма күні жолға шығады. Рануна алаңқайына келіп, алғашқы жұма намазы мен алғашқы құтпаны оқиды. Құба ауылында Гүлсім ибн Қидым деген құрметті ақсақалдың үйінде қонақ болады. Алғашқы мешітті де осы Гүлсімнің құрма кептіретін алқабында тұрғызады. Бұл туралы Құранда мынандай аят кездеседі. Алғашқы күннен тақуалық негізде салынған бұл мешітте намаз оқу әлде қайда артық. Ол жерде тазалықты жақсы көретін адамдар бар. Алла да тазаланғандарды жақсы көреді. Қазіргі таңда ол жерде зәулім мешіт бой көтерген. Мәдина тұрғындары пайғамбарымыздың Меккеден қай күні шыққанын білгендіктен, келеді-ау деген уақытта тайлы таяғына дейін көшеге шығып, жолаушылардың жолын тосады. Мәдина халқы қадірлі жолаушыларды ұзақ күтіп қалады. 4-ші күні күн төбеге таяғанда, шатыр төбесіне шыққан әлде бір еврей, күткен адамдарын келе жатыр деп, мәдиналықтардан сүйінші сұрайды. Қуаныштары қойнына симаған мәдиналықтар думандатып көптен күткен қадірлі қонақтардың алдынан шығады. Мәдиналықтар Хазірет Мұхаммедке сәлем беріп, нұрлы жүзіне тамсана қарап, айран асыр қуанышқа кенеледі. Әркім пайғамбарымызды өз үйінде қонақ еткісі келеді. Алайда пайғамбарымыз ешкімнің көңілін қалдырғысы келмей, түйенің шылбырын бос жібереді де, тиіспеңдер, ол Алланың қалаған жеріне өзі тоқтайды дейді. Түйе қазіргі пайғамбарымыздың мазарының орнына барып шөгеді. Пайғамбарымыз түйе шөккен жерге ең таяу Халид ибн Зәйд Әбу Әйюб әл-Ансаридің үйіне түседі. Пайғамбарымыздың Мәдинадағы алғашқы қолға алған жұмысы мешіт тұрғызу болатын. Қазіргі уақытта Мәсджидун Нәбауи тұрған жерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм өз қаражатына сатып алады. Мешіт іргетасын өзі қалайды. Мешіттің құбыласы алғашқыда Иерусалим жаққа, Мәсджидул Ақсаға қарап тұрған еді. Кейіннен жүзіңді Әл-Харам мешітіне қарай бұр деген уақи келген сәттен бастап, құбыла Қағбаға қарай өзгертілді. Мешіттің сол жақ қапталына пайғамбарымыздың құрметті жұбайлары мен балаларына арнап бірнеше бөлме қосылған еді. Мешіттің құрылысы аяқталған соң, пайғамбарымыз Меккеде қалған зайыбы Сәуданы, қыздары Үммі Гүлсім мен Фатиманы Мәдинаға алдырады. Бұл істі Зәйд ибн Хариса мен Әбу Рафиге тапсырады. Ансарлар мен мұхажирлардың бауырластығы. Мүминдер бір-бірімен бауыр деген Құран әміріне сай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм Мекке мен Мәдина мұсылмандарын бір-бірімен бауырластырды. Алла разылығы үшін туған жерін, үй жайын, мал мүлкін тастап ел асып, жер басып келген меккелік мұхажир мұсылмандар мәдиналық ансарға, яғни жәрдем берушілерге бауыр болды.
Бұл бауырластықтың шынайы болғаны соншалық, ансарлар өз иелігіндегісін мұхажирлармен теңдей бөлісуге пейіл танытты. Бір хадисте бұл туралы: мұсылман мұсылманның бауыры, мұсылман бауырына қастандық жасамайды, оны дұшпанға тастамайды. Кім мұсылман бауырына жәрдем етсе, және оның кем-кетігін толықтырса, Алла да оған жәрдем етеді. Кім мұсылман бауырын қиыншылықтан құтқарса, Алла тағала осыған сай қиямет күні оның қиыншылықтарының бірін жояды. Кім мұсылман бауырының бір кемшілігін жасырса, Алла тағала ақыретте оның кемшілігін бүркемелейді делінген. Бұл Алла елшісінің нақты іс жүзінде жүзеге асырған ұлы істерінің бірі еді. Біләл Хабаши алғашқы азаншы болып тағайындалды. Ол намаз уақыты кіргенде Мәдина көшелерін аралап, намазға жиналыңдар, әссәләту жәмиатун деп шақыратын. Бірде Абдулла ибн Зәйд түс көреді. Түсінде қазіргі мұсылмандар айтып жүрген азанның қалай шақырылатынын көреді. Кейіннен азан осы жаңа үлгіде шақырылатын болып бекітілді. Бәдір соғысы. Мәдинаға таяу өңірлердің бірі Бәдір деп аталады. Сирияға апаратын жол осы жерден өтетін. 624 жылдың Рамазан айында мүшриктер мен мұсылмандар алғаш рет осы жерде соғысады. Меккедегі мүшриктер де қарап жатпай, Мәдинадағы яһудилерге мұсылмандарда араларыңнан аластамасаңдар күндерің қараң болады деп үнемі қорқытатын. Алайда ислам діні Мәдинада күн өткен сайын қанатын кеңге жайып, күшейіп келе жатты. Құрайыштар мұсылмандардың көзін бір жола құрту үшін сауда керуенін жасақтайды. Саудадан түскен пайдаға қарулануды көздейді. Керуенді Әбу Суфиян басқарады. Құрайыштықтардың бұл әрекетінен хабардар болған пайғамбарымыз керуеннің алдын тосып, оларды кері қайтаруға бел байлады. Алайда шөл далада керуенді бастап келе жатқан Әбу Суфиянға мұсылмандар Құрайыштың сауда керуеніне тұтқиылдан шабуылдамақшы деген хабар жетеді. Ол дереу соғысқа қамданып, Меккеге шабарманын аттандырады. Меккеге хабар жеткен сәтте 1000-ға жуық әскер жиналды. Ал олардың қасында мұсылмандардың қолы үркердей ғана топ болатын. Күш тең емес еді. Мұсылмандар мен мүшриктер жасағы Бәдірде жолығады. Әдетте араб жауынгерлері жаппай ұрысқа кіріспес бұрын білегі қаруына сай баһадүрлерін жекпе-жекке шығаратын. Мұсылмандар тарапынан ұрыс алаңына ат ойнатып, Хамза, Әли мен Убайда шығады. Олар шайқасты көпке созбай, қарсыластарын жер жастандырады. Убайда ибн Харис ауыр жараланып, қайтар жолда қаза болады. Бәдірде мұсылмандар мүшриктерді ойсырата жеңеді. Майдан даласында Әбу Жәхилдің, Умайя ибн Халаф сынды азулы мүшриктердің көзі жойылды. Мүшриктердің кері шегінуден басқа амалы қалмады. Осылайша мұсылмандар алғаш рет жеңістің дәмін татты. Ұхud соғысы 625 жыл. Бәдірде күтпеген жерден жеңіліске ұшыраған Құрайыштар мұсылмандардан қайткенде де кек қайтаруды көздеді. Құрайыштардың бетке ұстар көсемдерінің көбісі сол шайқаста көз жұмған еді. Ендігі бар үміті Әбу Суфиянда болатын. Мүшриктер тағы да әскер жасақтады. Бұл жолғы әскер саны Бәдір шайқасына қарағанда 3 есе көп болатын. Мүшриктер осы қалың қолмен Мәдина маңындағы Ұхud тауының етегіне барып жайғасты. Осы тұста пайғамбарымыз сахабаларына көрген түсін айтады. Түсін жорып, Мәдина қаласынан шықпай шайқасуды жөн көретіндігін білдіреді. Жастар жағы пайғамбардың бұл шешімінің мән маңызын түсінбей, жаумен ашық майданда бетпе-бет шайқасуға ерік беруін өтінеді. Көпшіліктің ұсынысымен ұрысты ашық алаңда өткізуге шешім қабылданады. Ұрыс кезінде пайғамбарымыз Айнейн жотасындағы садақшыларға сол жерден тапжылмауын бұйырады. Шайқаста мұсылмандар күш ала бастағанда, Айнейн жотасындағы садақшылар пайғамбарымыздың бұйрығын ұмытып, ол жаға ұмтылады. Осы ұрымтал сәтті пайдаланған жау қолы мұсылмандардың ту сыртынан соққы береді. Осының кесірінен мұсылмандар жеңіліске ұшырайды.
Майдан даласында талай сахаба шейіт болады. Арасында пайғамбарымыздың көкесі Хамза да бар еді. Оның денесін кескілеп, сау тамтығын қалдырмаған болатын. Ұхудта шейіт болғандар Майдан даласында жерленеді. Мұсылмандар Мәдинаға оралады. Ұхудта жеңіске жеткен мүшіріктер мұсылмандарды бір жолата құртпай кері қайтпаймыз деп тас табандап тұрып алады. Осыны сезген пайғамбарымыз мұсылман әскерлерінің рухын қайта жанып, Хамраул Асад деген елді мекенде мүшірік әскерін 3 күн күтеді. Алайда Әбу Суфиян мұсылмандардың соңына түсіп, ақыр аяғына дейін соғысуға батылы жетпей, әскерін келген ізімен кері қайтарғанды. Мұсылмандар Мәдинаға оралады. Ражиғ оқиғасы. Мұсылмандар мен мүшіріктер келесі жылы да Бәдірде шайқаспақ болады. Алайда сол жылы пайғамбарымыз ұзын саны 1000 жарымға жуық әскермен Бәдірде бірнеше күн қатарынан меккеліктерді күтеді. Алайда меккеліктер бұл жолы қарасын көрсетпейді. Хижреттің 4-ші жылы Адал және Кара деген тайпа өздерінің мұсылмандықты қабылдағандығын айтып, пайғамбарымызға хабар салады. Өз тұрғындарына мұсылмандықты үйрететін адам жіберуін өтінді. Осы мақсатта пайғамбарымыз дінді жетік білетін 10 адамды аттандырады. Бірақ олар Ражиғ деген жерге жеткенде, күтпеген жерден опасыздықтың құрбаны болды. 8-і шейіт болып, 2-і құлдыққа сатылды. Мүшіріктер тұтқынға түскен Хубайб ибн Ади мен Зәйд ибн Дәсинаны Меккеге апарып құлдыққа сатады. Зәйд ибн Дәсинаны Сафуан ибн Үмәй сатып алды. Зәйдті өлтірерде, Әбу Суфиян халықтың көзінше одан: «Ей Зәйд, Құдай үшін расын айтшы. Сені өлтіргенше тап қазір Мұхаммедтің өлтірілгенін қалар медің?» деп сұрады. Сонда Зәйд оған жұлып алғандай: «Мен сүйікті пайғамбарымның өлтірілгені тұрмақ. Оның табанына абайсызда бір тікен кіріп, жанына батқанын да қаламаймын» деп жауап қатады. Бұны естіген Әбу Суфиян Мұхаммедті сахабаларының құрметтегеніндей мұншалықты құрметке бөленген басқа ешкімді көрген емеспін деп еріксіз мойындаған еді. Ал Хубайб ибн Адиді біраз уақыт тұтқында ұстап, оны да халықтың көзінше өлтіруді ұйғарады. Хубайб ажал алдында 2 ракат намаз оқығысы келетінін білдірді. Сөйтті де мынандай өлең жолдарын оқыды: «Алла жолында мұсылман ретінде өлгеннен артық бақыт бар ма? Алла қаласа, менің зардап көрген тәнімді ақыретте игілікке кенелтеді». Бұл 2 ықыласты сахаба да жанын құтқару үшін сенімінен айнымады. Дін жолында шейіт болды. Бұл қайғылы оқиға ислам тарихында Ражиғ оқиғасы деген атпен қалды. Бири Мауна оқиғасы. Хижраның 4-ші жылы Сафар айында Құран мен сүннетті үйрету үшін тағы 70 адам Әмир тайпасына жол тартады. Алайда олар Мауна атты құдық басына барғанда күтпеген жерден қастандыққа ұшырап шейіт болады. Тек Амир ибн Умайя ғана аман қалады. Ол қашып келе жатып 2 адамға кезігеді. Оларды да жау екенде бойлап қалып, байқамай өлтіріп қояды. Алайда олар Амир тайпасының Мәдинадан хабар әкеле жатқан адамдары болатын. Сол кездің салты бойынша оларға құн төлеу керек болды. Төленетін құнның бір бөлігін өндіріп беруді өз мойнына алған пайғамбарымыз Надырларға аттанды. Пайғамбарымыздың Надыр тайпасына аттануының өзіндік себебі бар еді. Өйткені олар мұсылмандарға қарсы шықпауға, мүшіріктерге қолдау көрсетпеуге, құн төлеуде қол ұшын созуға сөз берген болатын. Алғашқыда Надыр яһудейлері пайғамбарымызды емен жарқын қарсы алады. Өздеріне тиесілі міндеттерін орындайтындықтарын айтады. Аз кем тынығып алыңыз деп пайғамбарды оңаша қалдырып, оған қастық жасауды көздейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен оңаша қалғанда Жәбірейіл періште оған қауіп төніп тұрғандығын білдіреді. Пайғамбарымыз дереу ол жерден кетіп қалады. Артынша Хазірет Мұхаммед яһудейлерге елші жіберіп,
қастық ойлағандар үшін Мәдинадан бір жолата кетуді талап етеді. Көп ұзамай, яһудейлердің біразы Хайбарға, біразы Шаммен шекаралас Езриятқа, енді біразы Қаунұққа еврейлер жаққа қоныс аударады. Хандақ немесе Ахзаб соғысы. 627 жылы Хайбарға көшіп келген яһудейлер мұсылмандарға соғыс ашамыз деп меккеліктермен байланыс орнатады. Олар мұсылмандарға қарсы күш біріктіріп, 10 мыңдық әскермен Мәдинаға жорыққа аттанды. Мұны естіген пайғамбарымыз сахабалармен ақылдасады. Нәтижеде Салман Фарсидің пікірін мақұл көреді. Қаланы айналдыра ор қазады. Мүшріктер қалаға жақындағанда ор қазылып біткен еді. Шайқастың алдында әдеттегіше батырлар жекпе-жек күш сынасады. Жау жағынан батырлығымен танымал Амр ибн Абди Уәд ортаға шығады. Әуелгіде онымен шайқасуға ешкімнің батылы жете қоймайды. Сол кезде қаһарман Әли Алла елшісінен рұқсат сұрап, онымен жекпе-жек шайқасады. Шайқас Әлидің жеңісімен аяқталады. Амрдың өлі денесін көрген дұшпан мұсылмандардан кәдімгідей сескеніп қалады. Меккеліктердің Мәдинаға шабуылы кезінде мұсылмандарға қарсы әрекетке бармаймыз деп ант су ішкен Құрайза яһудейлері арадағы келісімді бұзып, мұсылмандарға қарсы жақтың қатарын толықтыра түсті. Екі жақта бір-бірін ала алмай, шайқас ұзаққа созылады. Бұл шайқастан меккеліктер мезі болады. Бұл кезде Ғатафан руынан Нуайм өз еркімен мұсылмандықты қабылдайды. Ол пайғамбарымызбен жасырын кездесіп, жауды ішінен іртіп бір-біріне қарсы қоя алатындығын айтады. Пайғамбарымыздан келісім алған соң, Құрайза яһудейлеріне келіп былай дейді: меккеліктер бұл жерде ұзақ қалмайды. Олар кетісімен Мұхаммед сендерді өлтіреді. Сондықтан сақтық үшін Құрайыштан кепілдікке адам сұраңдар. Кепілдер қастарыңда болса, олар оңайлықпен кете алмайды. Содан кейін Құрайыштарға жолығып, Құрайзалықтар Мұхаммедпен арадағы ынтымағын бұзғанына өкініш білдіруде. Қайтадан сол бірлікті сақтау үшін сендерден бірнеше адамды кепілдікке сұрамақшы. Мұхаммедпен қайтадан одақтасу үшін кепілге алған адамдарды өлтіріп пайғамбардың сеніміне кірмекші дейді. Келесі күні яһудейлер мен меккеліктер Нуайымның сөзіне сеніп бір-бірімен сөзге келіп қалады. Мұндай соғыс тәсілі арабтарға жат болатын. Әдетте шайқас көпке созылмайтын. Жеңген жақ жеңіп, жеңілген жақ өз жөніне кететін. Әрі қыс мезгілі де таяп қалған еді. Осыны ескерген Әбу Суфиян жаппай шабуылға шығуға бұйрық береді. Алайда әскері одан өте алмай, тұмсығы тасқа тірелді. Сөйтсе де шайқас қас қарайғанша жалғасты. Бір мезет төңіректі қою қараңғылық басып, дем арасында мүшріктер тұрған аумақта дауыл көтеріледі. Мүшріктер алай-дүлей дауылдан дал болып тұрғанда, сарбаздарынан бұрын қимылдаған Әбу Суфиян өз басын сауғалап, майдан даласын тастай қашады. Оны көрген мүшріктер де кері қайтады. Мұсылмандардың Мәдинаға кіргені сол еді. Пайғамбарға Жәбірейіл періште: «Уа Алланың елшісі, ұлы Алла тағала саған Құрайзалықтарға майдан ашуды бұйырды» дейді. Сонда пайғамбарымыз Біләлға намаздыгерді яһудейлердің мекенінде оқитынымызды хабардар ет дейді. Бірнеше күнге созылған шайқастан соң Құрайзалықтар мұсылмандарға беріледі. Құрайзалықтар өздеріне әділ үкім шығаруды талап етіп, қазы тағайындауды талап етеді. Алла елшісі бұл істі Сағд ибн Муазға тапсырды. Ол келісімді бұзған Құрайзалықтарға тиісті жазасын береді. Худайбия келісімі. 628 жылы Алла елшісі мұсылмандарға Қағбаға зиярат жасайтындықтарын білдіреді. Көп ұзамай 1400 мұсылман Меккеге умра үшін жолға шығады. Алайда Құрайыштар олардың Меккеге кіргенін қаламайды. Мұсылмандар өзара келісімге келу үшін өз тарапынан Осман ибн Аффанды елші етіп жіберген болатын. Көп ұзамай оның өлтірілгендігі туралы жалған хабар келеді. Оның жалған екендігін білмеген мұсылмандар
жаумен шайқасуға бел буады. Сахабалардың әрқайсысы шайқастан бас тартпайтындықтары, Алла жолында шайқасуға дайын екендігі туралы пайғамбарымызға жеке келіп серт берді. Бұл ислам тарихында Рыдуан серті деп аталып кетті. Артынан Османның аман екендігін естіген мұсылмандардың көңілі орнына түседі. Сахабалардың серт бергенін естіген мүшриктер мұсылмандардан сескеніп, бейбіт келісімге келуді ойлайды. Олар 10 жыл көлемінде бір-бірінің қанын төкпеуге, Қағбаны келер жылы тауап етуге, сонымен қатар Мәдинадағы мұсылмандардан Меккені паналағандарды кері қайтармауға келседі. Алайда Меккеден Мәдинаға кім барса да, мейлі мұсылман болсын, мейлі мүшрик болсын, ол адам кері қайтарылуы тиіс деген шешімге келеді. Бұл Худайбия келісімі деген атпен тарихта қалды. Келісімге қол қойылғаннан кейін пайғамбарымыз бен оның сахабалары құрбандықтарын шалып, шаштарын алдырады. Бірақ мұсылмандар Қағбаны тауап етпей, Мәдинаға кері қайтады. Жолда: «Уа Расулым, Меккені және басқа да мемлекеттерді қол астыңа қаратуға себеп болатын Худайбиядағы бейбіт келісім арқылы біз сені шын мәніндегі ашық, айқын жеңіске жеткіздік» деген Фәтх сүресі түседі. Ел билеушілеріне хат. Көп замай мұсылмандардың қатары көбейеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрші мемлекеттерге исламды қабылдауды ұсынып хат жөнелтеді. Нақтырақ айтқанда, хатты Эфиопия, Мысыр, Византия, Иран және Йемен билеушілеріне жолдайды. Бұл ардақты елшінің бүкіл адамзатқа пайғамбар ретінде жіберілгендігінің белгісі еді. Бір мысал бере кетсек, Алла елшісі Ираклиге арнаған хатын Дихиятул Кәлби арқылы жіберді. Иракли Рим императоры еді. Ираклиге жолданған хатта былай делінді: Алланың елшісі Мұхаммедтен Рим патшасы Ираклиге. Алланың сәлемі тура жолға түскендерге болсын. Мен сені исламға шақырамын. Мұсылман бол да бақыт тап. Сонда Алла саған сауабыңды екесе береді. Егер қабылдамасаң, онда Бұхара халықтың да обалы мойныңда. Ей кітап иелері, келіңдер, арамыздағы ортақ сөзде біргейік. Сендер мен біздің арамызда мағынасы бірдей бір сөйлемге келейік. Алладан басқаға құлдық ұрмайық. Оған ешқандай да серік қоспайық және бір-бірімізді Құдай орнына қоймайық. Егер олар бұған да көнбесе, онда біздің мұсылман болғанымызға куә бол деңдер. Бұл сөздер Ираклиге айрықша әсер етеді. Император Әбу Суфиянды шақыртып, екеуінің арасындағы әңгіме бұлайша өрбейді. Иракли: бұл адамның тегі қандай? Ақсүйек: бұрынғы ата-бабаларынан осындай пікірде болғандар бар меді? Жоқ, болған емес. Ата-бабалары арасында ел билегендер шықты ма? Жоқ, шыққан емес. Оған ілескендер әлсіздер ме? Әлде бай бақуаттылар ма? Көбісі әлсіз жандар. Жамағаты азаюда ма, әлде көбеюде ме? Күн өткен сайын көбеюде. Жалған сөйлеген жері болды ма? Жоқ, оның ешқашан жалған сөйлегенін көрмедік. Опасыздық жасаған жері болды ма? Бұдан кейінгісін қайдам, бүгінге дейін жасаған жоқ. Әбу Суфиян ол кезде әлі мұсылмандықты қабылдамаса да, Алла елшісінің турашылдығын еріксіз мойындағанды. Алайда олардың арасынан тек Эфиопияның патшасы Ашама ғана мұсылмандықты қабылдайды. Ал кейбіреулері пайғамбарымыздың ұсынысын сыныққа сылтау іздеп кейінге шегірсе, кейбіреулері мүлдем бас тартып, хабар жеткізе барған елшілерге сыртын берді. Хайбар шайқасы. Құрайыштармен Худайбия келісіміне қол қойғаннан кейін, олардың тұтқиылдан шабуылдамайтынына көзі жеткен пайғамбарымыз сол 628 жылы бірден Хайбарға жорыққа дайындалады. Хайбарлықтар да қарап жатпаған болатын. Ғатафан тайпасымен күш біріктіріп, Мәдинаға шабуылдауды ойластырады. Күтпеген жерден Хайбарлықтар мұсылман қолын көргенде абыржып қалады. Іле қамал жан жағынан қоршауға алынды.
мұсылмандар оларға соғыссыз беріліңдер деп талап қояды. Алайда олар мұсылмандардың бұл талабына құлақ аспайды. Хайбарлықтар қамалдарының мықтылығына, азық-түліктің жеткіліктігіне сеніп, ақырына дейін соғысуға бел буады. Шайқас бірнеше күнге созылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Әбу Бәкір мен Ғомарды қолбасшы етіп қойса да, қамалды ала алмады. Екі жақтың да мәмлеге келер түрі көрінбеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям қас қарайып шайқас саябырсыған бір сәтте былай дейді: ертең мен байрақты Алла мен елшісін жақсы көретін, Алла мен елшісі де оны жақсы көретін бір адамға тапсырамын дейді. Отырғандардың барлығы байрақты кім ұстайтындығын өздерінше жорамалдайды. Сөйтсе де, байрақты ұстау мәртебесіне ие болуды іштей қаламаған, үміттенбеген адам кемде кем еді. Таңертеңгісін пайғамбарымыз сахабалардың арасынан іздеген адамын таппай, Әли қайда деп сұрады. Уа Алланың елшісі, Әли ауырып қалды. Алайда пайғамбарымыз сөзін тағы қайталады. Әлден уақытта Әлидің төбесі көрінді. Жанына батқан дерттен жанары тантып, төңірегін ажыратудан қалған еді. Пайғамбарымыз оның көзін қасиетті түкірігімен сулауы мұң екен, жанары шайдай ашылып, ауруынан құлан таза айығып сала берді. Әлиге туды ұстатып тұрып жауды әуелі исламға шақыруын тапсырады. Хазірет Әли аттанып бара жатып, пайғамбарымыздың сен арқылы бір адамның болса да, исламды қабылдауы дүниедегі барлық жақсылықтан абзал деген өсиетін естиді. Хазірет Әли пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям бұйрығын екетпей, алдымен Хайбардың халқын исламға шақырады. Осы сәт мүшриктер де қаймықпаған мінез танытады. Ер жүректігімен аты шыққан қамал басшысы Мәрхаб бекіністің қақпасын ашып, қамалдан шығады да сарбаздарын сапқа тұрғызады. Мәрхаб өзін дәріптейтін өлеңді оқып, сарбаздардың рухын жаниды. Ол Әлимен жекпе-жекке шығады. Алайда бұл оның ақтық шайқасы болды. Әрі бұл жағдай Хайбар халқының сағын сындырды. Сол күні мұсылмандар толық жеңіске жетті. Хайбар бірнеше мықты бекінісімен қоса толығымен мұсылмандардың қолына өтті. Алайда Мекке мүшриктері Хайбардың мұсылмандардың қолына өткеніне сене алмай, әрі-сәрі күй кешті. Умра. 629 жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям сахабаларымен екінші умра жасауға жолға шығады. Қылыштан басқа қару алмайды. Меккеліктер пайғамбарымыздың келе жатқанын естіп, келісім бойынша қаланы босатады. Мұсылмандар қағбаны тауап етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям осы кезде Халид ибн Уалидті мұсылмандыққа шақырып елші жіберді. Елші Халидті үйінен таба алмай хатты қалдырып кетеді. 3 күннен кейін мұсылмандар Мәдинаға кері оралады. Халид ибн Уалид, Осман ибн Талха және Амр ибн Ас Мәдинада пайғамбарымызға арнайы келіп, мұсылмандықты қабылдайды. Мута шайқасы. 630 жылы Алла елшісі қазіргі Хауран аймағы Бусраға исламды уағыздайтын елші жібереді. Мұсылмандар көп замай ол елшінің айуандықпен өлтірілгендігін естиді. Қатты қапаланған Алла елшісі жорыққа шығуды ұйғарады. Алла елшісі егер майданда Зәйд шейіт болса, байрақты Жағфар ибн Әбу Тәліп алсын. Ол да шейіт болса, Абдулла ибн Рауаха қол бастасын. Абдулла әлде қандай жағдайға ұшыраса, онда өздерің ақылдасып, басшы тағайындаңдар деп бұйырады. Мұсылмандар 3000 әскермен жолға шығады. Мута елді мекеніне жеткенде, мүшриктердің 100 000 әскермен келе жатқандығын естиді. Екі жақтың күші тең емес еді. Өйткені әрбір мұсылман өздерінен күші әлде қайда басым жау жағынан 33 адамға төтеп беруі тиіс болатын. Мұсылмандар тәуекелге бел буып, шайқасқа кіріседі. Шайқас барысында пайғамбарымыз айтқандай, Зәйд, Жағфар және Абдуллах ибн Рауаха бірінен кейін бірі қатарынан шейіт болады. Сахабалар байрақты Халид ибн Уалидке ұстатады. Халид ибн Уалид осы шайқаста мүшриктердің беткөстар 9 адамын жер жастандырады.
Мұсылмандар шайқас тәсілін жиі өзгертіп, жаудың құтын қашырды. Мута шайқасы мұсылмандардың жеңісімен аяқталады. Меккенің азат етілуі. Худайбия келісімі бойынша араб тайпалары қалаған жағымен байланыс орнатып келісім жасай алу мүмкіндігіне ие болған еді. Осы себепті Хуза тайпасы мұсылмандармен, ал Бәкіра тайпасы Құрайыштармен келісімге отырды. Екі тайпа бірталай уақыт бейбіт өмір сүрді. Бірде күтпеген жерден Құрайыштармен келісім жасаған Бәкіра тайпасы Хуза тайпасын шабады. Нәтижеде 20 адам көз жұмып, көп адам жарақат алады. Хуза тайпасы өз одақтастары мұсылмандарға кісі шаптырып, пайғамбарымыздан көмек сұрайды. Пайғамбарымыз мән-жайға қаныққан соң, Құрайыштарға әуелі мынандай 3 шарт қойды. Құрайыш Хуза тайпасының адам құнын төлейді. Бәкіра тайпасымен жасасқан келісімінен бас тартады. Бұл екеуі орындалмаса, Худайбия келісімі үзіледі. Құрайыштар бұл шарттарды алғашқыда елемегенмен, біраз уақыттан кейін ес жиып, мұсылмандардан сескене бастайды. Мұсылмандар аяқ астынан соғыс аша қалса, жағдайларының қиындап кететінін біліп, дереу ақылдасып, елшілікке Әбу Суфиянды аттандырғанды жөн көреді. Әбу Суфиян уақыт оздырмай жолға шығып, Хуза тайпасынан бұрын қимылдап, екінші келісімге келуді ойлайды. Алайда Мәдинаға келгенде, ол жағдайдың мүлдем басқаша екеніне көз жеткізеді. Мәдина халқы жағдайдан толық хабардар еді. Тіпті ешкімде Әбу Суфиянды елеген жоқ. Керек десеңіз, пайғамбардың жұбайы, өз қызы Үммі Хабиба да әкесін жақтыртпады. Артынша мешітке де соқты. Ол жерде де ойлағанындай болмады. Содан кейін ол Хазірет Әли мен Хазірет Айшадан қолдау күтті. Бірақ мұнысы да сәтсіз аяқталды. Тіпті 4 жасар Хасан мен Хусейн де қасына жақындамады. Меккеге оралғанда басынан кешкен жағдайды айтып, қанша ақталса да, меккеліктер оның түк тындыра алмағандығын айтып жазғырды. Өйткені Әбу Суфиян Мәдинада ешкімнен қолдау көрмеген соң, Хазірет Әлиден кеңес сұраған болатын. Оған Әли былай деп жауап береді. Сен Құрайыштардың көсемісің. Мешіттің алдында тұрып екі жақтың атынан келісімді қайта жаңғырттым деп халыққа дауыста. Басқалай саған берер кеңесім жоқ. Әбу Суфиян мешіттің алдында Әлидің кеңесі бойынша әрекет етуін еткенімен, бұны да көзге ілген жан болмады. Меккеліктерді ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстаған Әбу Суфиян өкінішке орай Мәдинада ешкімге сөзін өткізе алмады. Хуза тайпасы шабуылға ұшыраған соң, Әбу Суфиянның уақыт оздырмай Мәдинаға баруы мұсылмандардың бұл уақытта айтарлықтай күшейгенін көрсетеді. Хуза тайпасына көмектесуге уәде берген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм Әбу Суфиян кеткен соң үлкен қол жинайды. Бұл хижраның 8-ші жылдарында болған оқиға. Нәтижесінде мұсылмандардың саны 10 000 адамға жетіп жығылды. Қалың қол Меккеге қарай бағыт түзеді. Мұсылман әскері тым тақау келгенде ғана мүшриктер олардың шабуылға шығатынын анық түсінеді. Меккенің айналасын жарыққа бөлеген 1000 сан отты көрген Әбу Суфиян екі жолдасымен жағдайды өз көзімен көрмек болып қаладан шығады. Алайда олар қолға түсіп қалады. Еріксіз мұсылмандықты қабылдайды. Келесі күні оны пайғамбарымыз өз жөніне қоя береді. Және былай дейді: кім-де-кім қаруын тастаса, оған қауіп жоқ. Және кім-де-кім харам мешітін, өз үйін не Әбу Суфиянның үйін паналаса, оларға ешкім тиіспейді. Меккені қос қапталынан қысқан мұсылман әскері аз уақыттың ішінде қаланы бағындырды. Ғаламға рахым ретінде жіберілген пайғамбарымыз Меккені қан төгіспей бағындыруға қатты көңіл бөлді. Осылайша, кезінде мойындағысы келмегендер Алланың қалауымен пайғамбарымыздың алдында мойындарына су кетіп мүсәпір болып тұрды. Мекке халқы іштей қандай жаза тартатындықтарын ойлап уайымдай бастады. Қағбаның қасына келген Алла елшісі өзіне осы уақытқа дейін тек жамандық ойлап келген мүшриктерге қарата: енді менен не күтесіңдер деп сұрады. Көбісі өлім жазасына лайық болатын. Алайда олар бастарын көтеруге де шамалары келмеді. Дегенмен Алла елшісінің мейірімді, мейірбан жан екендігін білгендіктен
сен біздің қадірлі бауырымызсың, әрі құрметті ағамыздың баласысың деп, өкініштен өзектері өртеніп, одан кешірім тіледі. Сонда ақиық елші өзінің Құранда мадақталған ұлы көркем мінезге ие екенін күллі адамзатқа мойындатып, мен Жүсіптің өз бауырларына айтқанын ғана қайталамақпын. Бүгін сендерді жазғырып жазаламаймын, ешкімнен де кек алмаймын, деді. Күні кешеге дейін дұшпандықта тым шектен шыққан мүшіріктер мұншалықты кешірімділікке қайран қалды. Пайғамбарымыздың бұйрығы бойынша Қағба ішіндегі және сыртындағы барлық бұттардан тазартылды. Артынша Біләлға азан шақыруды бұйырды. Біләл Қағбаның үстіне өрмелеп шығып, азан шақырды. Пайғамбарымыз әуелі ер кісілерден, содан кейін әйелдерден ислам шарттарына мойын сұнғандары жөнінде серт алды. Осылайша Меккеде мұсылмандықты қабылдамаған бірде-бір мүшрик қалмады. Мұсылмандықты жаңа қабылдағандар Сафа жотасында отырған пайғамбарымызға серт бере бастады. Әбу Бәкір де көзі көрмей қалған қарт әкесін ертіп келді. Оны көргенде кішіпейілділікте алдына жан салмаған Алла елшісі: «Ей, Әбу Бәкір, қарт кісіні неге әуреледің? Біз өзіміз-ақ ол кісінің алдына барар едік қой», деді. Әбу Кухафа сол жерде тілін кәлимаға келтіріп, мұсылман болды. Алланың қалауы әрі сүйікті пайғамбарымыздың ерекше парасаттылығы мен фәтәнәтінің арқасында азулы Мекке мүшриктері біртіндеп мұсылмандықты қабылдады. Икрима алғашқыда Иеменге қашқан еді. Алайда мұсылмандықты қабылдаған әйелі Үммі Хаким басын сауғалап елден жырақ кеткен Икриманы тауып алып: «Мен ең абзал адамның қасынан келе жатырмын. Алла елшісі сені кешірет» деген сүйінші хабар айтады. Икрима жүрексінсе де әйеліне еріп, пайғамбарымыздың алдында исламды қабылдады. Алла елшісі уәде бергеніндей Икриманы жылы қарсы алып, оның сол күнге дейінгі жасаған барлық дұшпандықтарын кешірді. Алла елшісі қаскөй мүшриктердің қатарында мұсылмандықты қабылдаған Сафуан ибн Үмәйяны, Абдулла ибн Зәбәриді, тіпті Уахши мен Хиндті де кешірді. Хинд кезінде Ухуд соғысында Хазірет Хамзаны өлтірткен әрі қарнын жарып, мұрнын құлағын кесіп өзіне алқа қып таққан Алла елшісіне қаны қас мүшрик әйел еді. Ал Әсуәд ибн Хаббар кезінде Меккеден Мәдинаға хижрет етіп жолға шыққан аяғы ауыр Алла елшісінің қызы Зейнепті түйеден құлатып, Зейнептің өліміне себепкер болған адам еді. Алла елшісі оны да кешірді. Рахым пайғамбарының кең кешірімінен ешбірі кенде қалмады. Мекке алынғаннан кейін алыс жақын аймақтардан тайпалар топ-тобымен ислам дінін қабылдап жатты. Хунайн соғысы 630 жылы Таиф мүшриктері мен арабтардың ең іргелі Хазайн секілді тайпалары мұсылмандармен шайқасуды көздеп, Хунайн деген жерге жиналады. Мақсаты өздеріндегі пұттардың қиратылуына жол бермеу, лажы келсе Мекке қаласын қайта тартып алу еді. Жау әскері 20 мыңнан асып жығылады. Ал мұсылмандардың саны 12 мыңның аржақ бер жағында ғана болатын. Таудың тар қанатына бекінген жау әскерінің әккі айласын мұсылмандар кешірек барып аңғарды. Сол себепті шайқас басталмай жатып, тұс-тұстан жауып кеткен оқтан, екі қапталдан қыспаққа алған жаудан мұсылмандар дегенде абдырап не істерін білмей қалды. Тіпті саптың реті бұзылып, бет-бетімен бас сауғалап қаша бастайды. Пайғамбарымыздың күйінішінде шек болмады. Жауға жалғыз өзі атой салады. Менің Әбдімүтәліптің немересі екенімде титтейде жалған жоқ. Хақ нәби екенім өтірік емес деп ұрандайды. Хазірет Аббас пайғамбарымыздың қасынан табылып: «Ей, Ахабада серт берген ансар, бер келіңдер! Ей, Рыдуан ағашының саясында серт берген мұхажырлар, қайтыңдар! Пайғамбарымыз мына жақта, сендер қайда бара жатырсыңдар?» деп зор даусымен дауыстайды. Ес жиып, күш алуына себеп болады. Оның бұл сөздерінен кейін тауықтың жеміндей шашылған мұсылман қолы Алла елшісінің айналасына топталып, дұшпанға
қасқая қарсы шығады. Нәтижеде Алланың көмегімен дұшпан әскері бұл тегеурінді екпінге шыдай алмай кері шегінеді. Бұл соғыста мұсылмандарға Алланың қалай көмектескендігі Тәуба сүресінде былай деп білдірілген: күмәнсіз, Алла сендерге көптеген соғыс майдандарында көмектесті. Хүнәйнде де, сол күні, сандарыңның көптігіне масайрап едіңдер, бірақ оның сендерге пайдасы тимеді. Қанша кең болса да, әлем сендерге тарылғандай күй кештіңдер. Артыншақ, бытырап, жауды тастап, бет-беттеріңе қаша бастадыңдар. Іле, Алла Расулына және мүміндерге сенімділік беріп, сендер көре алмайтын әскер жіберіп, кәпірлерді азапқа ұшыратты. Міне, кәпірлердің жазасы осындай. Одан кейін бұл соғыстың соңын ала, Алла олардың өздері қалаған күпірліктен қайтуды нәсіп етті. Өйткені Алла өте кешірімді әрі рахымды. Хунайн соғысында мұсылмандардың қолына 22 түйе, 40 мың қой, 4 мың оққа күміс, 6 мың тұтқын олжа түсті. Алла елшісі бұл түскен олжадан жаңа мұсылман болғандарға молынан таратып, осылайша олардың көңілін аулап, исламға оң көзбен қарауына жақындай түсуіне жағдай жасады. Мұсылмандар ат белін суытпай іле шала, Таиф қамалына да шабуыл жасаған еді, бірақ қамалды ала алмады. Тәбук жорығы. Шам мен Мәдина арасындағы өңір Тәбук деп аталады. Бұл Иран мен Византия арасындағы соғыстың Византияның жеңісімен аяқталған кезеді. Басқа мемлекеттерді көзге іле бермейтін византиялықтар осынау жеңістің буымен мұсылмандарға қарсы жорыққа дайындалады. Бұл хабарды естіген пайғамбарымыз 30 мыңдық қол жасақтады. Алла елшісі әскерді жарақтандыру үшін былайғы жұрттан көмек сұрағанда, Хазірет Әбу Бәкір қолындағысының бәрін әкеліп ортаға салды. Дәулетті Хазірет Осман да аянып қалмады. Тіпті әйелдер де әшекей бұйымдарына дейін әкеліп, мұсылманға тән жанашырлықтарын көрсетті. Сол уақыттар елді жайлаған жұтқа қарамастан, сахабалардың зор ықыласымен қиындықтарды жеңе отырып, жасақталған бұл әскер ислам тарихында Жайшул Усра, яғни көмекпен жасақталған әскер деген атпен қалды. Сахабалар барын сарқып, ықылас танытып жатқанда, 200-лер керісінше күннің ыстықтығын, аштықтың тауқыметін, жолдың алыстығын алға тартып, түрлі сылтау іздеп, соғысқа бармаудың амалдарын қарастырып бақты. Тіпті басқаларды да кері насихаттап, барғызбауға әрекет жасады. Олар туралы Құранда былай делінді: олар мына ыстықта жолға шықпаңдар дейді. Сен оларға былай де: жаһаннам оты бұдан да ыстық. Мұсылман әскері 1 ай бойы жол жүріп, Тәбукке жетеді. Тәбукте 20 шақты күн тапжылмай күткенімен жаудың қарасы көрінбейді. Мутада 3000 мұсылман әскерін мүшриктердің жеңе алмағанын білгендіктен болар, византиялықтар бастарын қауіп-қатерге тікпеді. Қоштасу хұтпасы. 622 жылы Алла елшісі қажылыққа дайындалады. Мұны естіген халық Меккеге ағылады. Меккеде бұрын соңды мұншалықты көп адам жиналмаған еді. Олардың саны 100 мыңға жетті. Пайғамбарымыз қажылық жасау рәсімдерін көрсеткеннен кейін жиналған халыққа Арафат пен Мина тауында соңғы хұтпасын оқыды. Бұл хұтпа ислам тарихында қоштасу хұтпасы деп аталды. Онда былай делінді: ей адамдар, айтқаныма зер салыңдар. Бәлкім биылдан соң сендермен бұл жерде қайта жүздесе алмаспын. Халайық, бүгінгі күн, осы ай, мына қала қаншалықты қасиетті болса, мал жандарың, ар намыстарың да соншалықты қасиетті, зорлық атаулыдан қорғалған. Уа сахабаларым, Раббыларыңмен қауышатындықтарың хақ, және осы дүниедегі бүкіл амал әрекеттерің үшін жауап беретіндеріңді де біліңдер. Мен кеткеннен кейін баяғы бітпейтін ұрыс керіске, дау-дамайға қайта бой алдырып, бір-біріңнің қандарыңды төгуші болмаңдар.
Осы өсиетімді естігендер, естімегендерге жеткізсін. Бәлкім естімеген адам менің осы сөздерімді естіген адамнан да жақсы түсініп, жадында сақтауы мүмкін. Уа сахабаларым, қолдарыңда әлде біреудің аманаты болса, қылдай қиянат жасамай, басы бүтін иесіне табыстасын. Алланың әмірімен бұдан бұлай өсіммен пайда табуға тыйым салынды. Надандық жайлаған кезеңнен қалған бұл әдет мұнан бұлай жойылуға тиіс. Алғашқы болып өзімнің көкем Аббастың өсімінің жойылғанын айтпақпын. Уа халқым, қараңғылық кезеңінен қалған қан дауына да осы жерде нүкте қойылды. Бірінші болып атам Әбдімүттәліптің немересі, немере ағайыным Рәбияның қан дауын жойдым. Уа жарандар, бүгіннен бастап шайтан Меккеге ықпал ету күшінен мәңгілікке айырылды. Діндеріңді қорғау үшін менің тыйған нәрселерімнен тыс ұсақ істерді де шайтанға еруден сақ болыңдар. Уа адамдар, әйелдердің ақысын аяқ асты етпеңдер, Алладан қорқыңдар. Әйелдеріңді Алланың аманаты ретінде әрі нәзік жаратылыс иесінің ар-намысын қорғауға Алла атымен сөз беріп, адал жар ретінде алыңдар. Сендердің әйелдеріңнен талап ететін, әйелдеріңнің де сендерден талап ететін хақысы бар. Сендер одан ақ некеге опасыздық жасамауды талап етуге құқылысыңдар. Әйелдің ақысын өтеуге міндеттісіңдер, яғни олардың ішіп жемін, киім-кешегін қамтамасыз ету сендердің міндеттерің. Уа мұсылмандар, сендерге киелі аманат тастап барам. Соны толық ұстансаңдар, ешқашан адаспайсыңдар. Ол аманат Алланың кітабы Құран. Уа мұсылмандар, сөзіме құлақ қойып, зерделеңдер. Мұсылман мұсылманға бауыр. Олай болса барлық мұсылмандар бір-бірінің діндес бауырлары. Діндес бауырларыңның ақысын жемеңдер. Уа сахабаларым, тіпті өз-өздеріңе де қиянат жасамаңдар, оның да сұрауы бар. Уа адамдар, Алла жалғыз, бәріміз адам атаның ұрпағымыз, ал адам топырақтан жаратылған. Алла назарында құрметке лайық жан, одан ең көп қорқатын адам. Арабтың басқа ұлт, өзге нәсілден артықшылығы жоқ. Адамдардың бір-бірінен артықшылығы тек тақуалығында. Уа жамағат, мен сендерге дінді жеткізе алдым ба? Барша жиналғандар бір ауыздан, сен Алланың елшісісің, бізге өсиет насихат айттың, міндетіңді адал атқарғандығыңа куәміз деді. Пайғамбарымыз оң қолының мүбәрәк сұқ саусағын көтеріп, куә бол, уа Раббым, куә бол, уа Раббым, куә бол, уа Раббым. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәлләм Арафаттағы кезінде, міне бүгін дініңізді толықтырдым, нығметімді тәмамдап, сізге дін ретінде исламды таңдап, қабыл еттім деген аят түсті. Қажылық рәсімі біткен соң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм Мәдинаға оралады. Оның түр тұлғасы қандай еді? Ислам тарихындағы бұған дейін айтылғандай, әрбір оқиғаның алғы шарттары, барысы, нәтижесі толық көрсетілгеніндей, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәлләм түр тұлғасы мен мінез құлқы турасында да деректер сақталған. Атап айтқанда, Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм жаратылысы мен мінезі тұрғысынан адамдардың ең кәмілі еді. Ол орта бойлы, екі алақаны мен екі жауырынының екі иығының арасы кең, толықта, арықта емес болатын. Көздері қара, кірпіктері ұзын болатын. Бұрылса, бүкіл денесімен бұрылатын. Саусақтары салалы, екі алақаны етті, сүйегі ірі, кеуделі, мығым, қайратты еді. Терісі тым жұмсақты. Қастары қалың, бір-біріне қосылмайтын. Екі қасының ортасында бір тамыры болатын.
Ренжігенде білеуленіп кететін. Қыр мұрынды, сақалы қалың, дөңгелек жүзді, қызыл шырайлы, жүзінен нұр тамып тұратын. Екі жауырынының ортасында пайғамбарлық мөрі болатын. Маржандай тізілген мүбәрәк тістері әппақ, асыл тастай жарқырап, сөйлегенде алдыңғы тістерінен нұр шашып тұратын. Денесінен хош иіс аңқып тұратын еді. Терлегенде де одан әдемі иіс шығатын. Біреуге қол беріп амандасса, пайғамбарымыздың мүбәрәк қолын алған адам, оның алақанында қалған ыстық табын сезіп, күні бойы көңілі шат жүретін. Мүбәрәк қолмен бір сәбидің басын сипаса, ол өзге сәбилерден хош иісімен ерекшеленіп шыға келетін. Аса сезімтал еді. Алыстағыны естейтін, адамның көзі жетпейтін қиядағыны шалатын. Қимылдағанда аса шабан да, шапшаң да емес орташа болатын. Жүргенде жеңіл адымдап, шапшаң жүретін. Бос сөз сөйлемейтін. Әрбір сөзі хикмет, насихат еді. Жылы жүзді, майда тілді болатын. Ешкімге жаман сөйлемейтін, ешкімге жамандық жасамайтын, ешкімнің сөзін бөлмейтін. Жұмсақ мінезді, кішіпейіл, айбатты әрі байсалды еді. Қатты күлмей, тек жымиятын. Қарағанда көз қырымен қарайтын. Сахабаларды алдына жіберіп, өзі соңында жүретін. Кімге болса да бірінші болып сәлем беретін. Туған туыстарын құрмет тұтатын. Үй іші, сахабалармен жақсы қарым-қатынаста болатын. Қызметшілерін жақсы көретін. Өзі не ішсе, не кисе қызметкерлеріне де соны ішкізіп, соны кидіретін. Қолы ашық, мейірімді, мәрт мінезді еді. Уәдесіне берікті. Сахабаларымыздан Әнәс ибн Мәлик, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәлләм, бұл қасиетін былайша еске алған болатын. 10 жыл бойы Алла елшісінің қызметінде жүрдім. 10 жылдың ішінде маған түх деп ешқашан кейіс білдірмеді. Істеген бір ісіме неге оны солай жасадың деп, я болмаса істемеген бір ісіме соны істеуің керек емес пе деген емес. Оның тақуалығы жайында Айша анамыз былай дейді. Бірде Алла елшісі маған: «Уа Айша, бүгінгі түнді Раббыммен өткізуіме рұқсат етесің бе?» деді. Мен: «Уа Алланың елшісі, сізбен бірге болу әрине маған ұнайды дегенмен, көңіліңіз нені қаласа, соны артық деп білем» дедім. Айша анамыздың келісіміне ие болған ол дәрет алды да намазға тұрды. Сол түні таң атқанша сақалын жас жуып намаз оқыды. Бір жолы сахабалардан Ибн Масхуд нәпіл намазда Алла елшісіне ұйып ғибадат қылады. Өзі онысын былай жеткізеді. Артынан келіп намазға ұйыдым. 2 рәкат нәпіл намазда ұзақ оқыды. Алғашқы рәкатта Бақара сүресін аяқтағанда рукухқа баратын шығар деп ойладым. Ол болса Әли Имран сүресін бастады. Әли Имран сүресін аяқтағаннан кейін рукухқа баратын шығар деп күтіп едім, ол Ниса сүресімен жалғастырды. Ниса сүресі біткенде рукухқа баратын шығар деп күтіп едім, ол Мәида сүресін оқи бастады. Осы сәт менің ойыма жаман ой келді. Қасындағылар не ойладыңыз деп сұрағанда, намазымды осы жерден үзсем бекен деген ой келді деген. Иә, Алла елшісінің тақуалығы өте терең еді. Мына бір үзіндіде де оның болмысы жақсы суреттелген. Жазу сызу білмесе де, 2 жихан сардарының айтқан сөздері ешкім бұрын соңды естіп көрмеген ілім мен даналыққа тұнып тұрды. Ол ғайып әлемі, діннің өте терең мәселелері, мемлекеттер мен патшалықтардың күйреу себептері жайында сөз қозғап, әдептілік пен адамгершілік принциптері арқылы мызғымас мәдениеттің негізін қалады. Мәдениет экономикалық құрылымдар, мемлекеттік басқару жүйесі мен халықаралық қатынастар саласында да жүйелі істер атқарды. Ол жас кезінде бір-ақ рет ұрыс таласын көрген адам. Соғыс тәжірибесі жоқ бола тұра пайғамбар болғаннан кейін, жау жағадан алған шешуші сағаттарда өмірі шегініп көрмеген қолбасшыға айналды. Сахабаларына үйреткен әскери тәлім тәрбиесінің арқасында мұсылмандар аз жылдың ішінде сол кезеңде дүркіреп тұрған 2 алып мемлекетті тізе бүктірді. 40 жасына дейін қандай да бір саяси оқиғаларға араласпаған ардақты елші
бірден бұл салада мықты саясаткер һәм кемеңгер басшыға айналды. Қазіргідей хабарласу мүмкіндігі жоқ кездің өзінде мыңдаған шақырымға созылған шөлейтті мекендеген халықтардың ру аралық қақтығыстарын тоқтатып, аз уақыттың ішінде бір байрақ, бір атазаң, бір дін мен мәдениеттің төңірегінде біріктіруге қол жеткізді. Ол ғылым білімде кенжелеп қалған елдің ойлау мәдениетін қатып қалған, әдеттері мен мінез құлқын өзгертті. Надандықты ғылыммен, тағылықты мәдениеттілікпен алмастырып, мейірімсіз қатал адамдарды жаратқаннан қорқатын мейірімді де турашылдыққа баулыды. Асау тұлпардай жұлқынып, бағыну дегеннің не екенін білмейтін жандарға заңға мүлтіксіз бағыныштылықты үйретті. Қандай істі қолға алса да, асықша иіріп әкететін ол қазіргі таңда мыңдаған педагог, философ, психолог және социологтардың 100 жылдар бойы жасай алмаған ісін ширек ғасырға жетпейтін аз жылдың ішінде мінсіз атқарып шықты. Ғасырлар бойы арасынан тарихта артынан із қалдырған бірде-бір даңқты адам шықпаған бір ғалымды Алла тағаланың қолдауы арқылы ғылымда, руханиятта, адамгершілікте, саясатта, әскерлікте және кез келген әлеуметтік салада барлық кезеңдердің данышпандарының ұстазы, жүректердің жол бастаушысы және төрткүл дүниеге мәдениеттің туын тіккен адамзат тарихының ең ізгі қоғамына айналдырды. Мені Раббым тәрбиеледі, бойыма ең көркем тәрбие сіңірді деген ғаламның рахым нұры саллаллаху алейхи уасалям өзі құрған мемлекетті басқарған кездің өзінде де о бастағы кішіпейілділіктен танбай қарапайым ғұмыр кешті. Ши төсекте жататын, жұпыны киініп азға қанағат етіп көбінесе аш жүретін. Сабаннан жасалған қараша үйді місе тұтты. Үмбетінің ең кедейіндей күн кешті. Түндерін ұдайы жаратқанға жалбарынып дұға оқумен өткізетін. Мұң-мұқтаждар мен кедей кепшекке қол ұшын беруге асығатын. Елмен бірге қара жұмыс істеуден арланбайтын. Кез келген адам онымен еркін сөйлесе алатын. Жұрттың қайғысына қайғырып, қуанышына қосыла қуанатын. Ерекше болуды көңілі қаламай, елмен қоян қолтық араласып, бірге жүретіндігі соншалық бұрын көрмеген адамдар келе қалса, халықтың арасынан оны тани алмай қалатын. Бірде бір бәдәуи келіп, Мұхаммед деген қайсың деп сұраған кезде, сахабаларына жүгіріп қызмет жасап жүрген пайғамбарымыз бір елдің басшысы, солардың қызметіндегі жан деп, исламның өміршең ұстанымын көрсетіп кеткенді. Ұлы досына сапар шегуі. Өмірінің соңғы күндерінде Алла елшісі саллаллаху алейхи уасалям қатты сырқаттанды. Бір күні екі сахабасының сүйемелдеуімен мешіт маңында үйіріліп тұрған жұртшылықтың алдына шығып былай деді: «О халайық, естуімше, пайғамбарларыңыздың ажал сәті тақағанына алаңдаулы көрінесіздер. Қай пайғамбар мәңгі жасап еді? Сөзсіз, менің де көп жүрмесім белгілі. Көп таусыла бермеңіздер. Мен жаратушымның қасына кетемін және сіздер де түбі соған қайтасыздар. Бейсенбі күнгі оқыған ақшам намазы оның жамағатпен оқыған ең соңғы намазы болды. Бұдан былайғы намаздарда Әбу Бәкірдің оқытуын өтінген еді. Айша анамыздың отауына оралады. Ол алдында айтқандарын бұл жолда қайталап, әсіресе әйелдерге жақсы қарауды және намазға селсоқтық танытпауды өсиет етті. Дәл осы сәтте ұлы Абдуррахманды ертіп Әбу Бәкір кірді. Пайғамбарымыздың назары Әбу Бәкірдің қолындағы мисуаққа ауды. Оның мисуақты жақсы көретінін білетін парасатты Айша анамыз пайғамбарымыздың мисуақты қалап тұрғанын дереу сезіп, қаласаңыз мисуақты алып берейін деп сұрады. Ол басын изеп келіскендігін білдірді. Ол мисуақты алып жарына бермек болды. Алайда мисуак құрғап кеткендіктен қатты болып шықты. Сол себепті Хазірет Айша, мүмкін мен оны жылы суға салып, сізге жұмсартып берермін деген ұсыныс жасады. Ол келіскендігін білдіріп, тағы да басын изеді. Айша анамыз дереу мисуақты аузына салып, жұмсартты да жарына берді. Алланың елшісі оны алып, маржандай тістерін ысқылай бастады. Тіпті мына өмірмен қош айтысып, бақилыққа кетіп бара жатып та,
ол тісін тазалады. Арасында «Лә иләһә иллалла» деп айтып, Алланы ұлықтап жатты. Хазірет Айша оның қолын ұстап, сауығу үшін дұға тілемек болды. Пайғамбарымыз оның қажет емес екенін көзқарасымен сездірді. Шын тұрағына кетіп бара жатқан сәтте осы жерде қалуды сұраудың орынсыз екені түсінікті болды. Сондықтан ол қолын тартты. Саусағын жоғары көтеріп биіктегі бір нүктеге қадала еріндері қимылдады. Мұсылмандардың анасы, пайғамбарымыздың адал жары Хазірет Айша анамыз оның не айтып жатқанын тыңдау үшін еңкейіп құлағын тосты. Ол болса тынымсыз былай күбірлеумен болды. Пайғамбарлармен, шейіттермен, адал құлдарыңмен бірге мені де кешір, өзіңнің мейірімің түскендермен бірге мені кешіріп, рақымыңа бөлей көр, мені өзіңе қабылдай көр. Я Алла тағалам, мен сенің ұлы достығыңды қалаймын. 63 жыл бұрын дүйсенбі күні дүние есігін ашқан Ғазизжан дәл сол дүйсенбіде ғұмырлық сапарын аяқтады. 23 жылдық пайғамбарлығында ол бүкіл адамзаттың қиямет қайымға дейінгі өмірін бақытқа бөлейтін, өмір сүрудің саф әрі мінсіз үлгісін қалдырды. Қорыта келгенде, адамзаттың асылы ардақты елшінің саллаллаху алейхи уассалам өмірі қай қырынан алып қарасақ та, махаббат пен сүйіспеншілікке, ақыл мен парасатқа, теңдессіз тағылым мен ғибратқа, пайғамбарлық үлгі өнегеге толы екенін көреміз. Пайғамбарлық міндетті атқару барысындағы ерекше төзімділігі, сабырлығы, кешірімділігі, сезімталдығы, тақуалығы, кіршіксіз тазалығы, көркем мінез құлқы, тағы да басқасы өз алдына. Ол керек кезінде сөз бастаған шешен, қол бастаған көсем, мейірімді жар, мейірбан әке, адал дос, үмбетке жол бастаушы бола білді. Небәрі 23 жыл ішінде араб түбегін тұтастай ширіктен, пұттардан тазартып, шынайы тәухид діннің негізін қалады. Саңлақ сахабаларын ізгілікке тәрбиелеп, күллі адамзатқа ұстаздық жасайтын кәміл тұлғалар жетілдірді. Құраннан қуат алып, кіршіксіз тақуа ғұмыр кешкен адамзаттың асылы пайғамбарымыз соңына дүниелік мирас қалдырмағанмен, ақыр заманға дейін күллі адамзатты бақытқа жетелейтін мол рухани мұра қалдырды. Ол ұлы ислам діні. Бұны өсиеттерінің бірінде сіздерге екі нәрсе қалдырып бара жатырмын. Жақсы ұстанатын болсаңыздар, адаспайсыздар. Бірі Құран, екіншісі сүннетім деген еді. Осылайша, Алла тағаланың адам баласына жіберген барша пайғамбарлардың соңғысы әрі адамзаттың асыл тәжі болған Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзінің ұлы досына мәңгілікке сапар шекті. Мүбәрәк денесі Мәдина Мұнауарада жер қойнына тапсырылды. Сүйікті пайғамбарымыз бен саллаллаху алейхи уассалам барша сахабаларына салауат айтып, сәлем жолдаймыз.